Саламатсыздар ма оқушылар? Саламатсыздар! Бүгінгі тәрбие сағатымызды бастамастан бұрын мен сіздермен тренинг өткізсем деймін. Сенімділік тренингі. Ендеше мен бастайын. Мен бүгінгі тәрбие сағатымыз керемет өтетініне сенімдімін. Себебі менің алдымда ең керемет класс отыр. Мен бүгінгі тәрбие сағаты керемет болатынына сенімдімін. Себебі кабинетке ең үздік класс жетекші мен ең үздік класс жиналған. Мен бүгінгі тәрбие сағаты өте керемет өтетініне толықтай сенімдімін. Себебі класста жинақталған үздік оқушылар өздеріне берілген тапсырмаларды жақсы орындап шығады деп ойлаймын. Мен бүгінгі тәрбие сағаты керемет өтетініне сенімдімін. Себебі біздің класста белсенді оқушылар жинақталған және де тапсырмаларды белсенді орындайды. Біздің бүгінгі тәрбие сағаты керемет болады. Себебі әр топ өзінің берілген тапсырманы белсенділікпен орындайтынына сенімдімін. Біздің бүгінгі тәрбие сағаты өте пайдалы, ал оқушыларымыздың белсенділігі өте жоғары болатынына сенімдімін. Өздеріңіз көріп отырғандай, бүгінгі тәрбие сағатымызға сіздерге көмек ретінде тәуелсіз сарапшыларды шақырған болатынмын. Мектебіміздің инспекторы Нұрбай Мәди және мектеп меңгерушісі Рүстем Шағнагүл. Мектептегі қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін басты назарда болу керек мәселелер олар мынадай: мектеп аумағында және ғимаратта қауіпсіздік ережелерінің сақталуы, апаттық жағдайда эвакуациялық жолдардың анық және ашық болуы. Мектепке әкелуге тыйым салынған заттар, психотроптық заттарды және суық қаруларды жатқыза аламыз. Яғни олар бізде оқушылардың құқық бұзушылық әрекеттерге баруына негіз болып табылады. Мектептегі қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін мынадай мәселелерді басты назарда ұстану керек. Біріншісі, жолдағы қауіпсіздікті ұстану және де скутер, велосипед айдаған кезде ережелерді сақтап айдау. Мектеп оқушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін мынадай мәселелерді басты назарда аудару керек. Ең біріншіден бұл өлімге қарсы іс-шараларды жүргізу, екіншіден психологиялық тыныш және де осы кеңесімізге қолжетімді болуы және де ең соңғысы бұл веб секілді басқа да зиянды заттарды мектепке алып келмеуін қамтамасыз ету. Бізге берілген тапсырма бұл ТМС әдісі болып табылады. ТМС әдісіне берілген тақырып бұл жасөспірімдерге жол ережелерін қатаң түрде сақтау керек және де олардың өміріне деген әсері қандай. Ең бірінші позиция біздің ойымызша жасөспірімдер осы жол ережелерін қатаң түрде сақтауға міндетті және де осы ережелерді сақтай отыра олар өздерінің өмірлерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ете алады. Соңғы уақыттарда жолдағы көптеген жасөспірімдер 15-14 тіпті 16-ға толмаған балаларды өздері скутерлер мен мопедтерді айдап жүргенін көреміз. Олардың апаттарға ұшыраған және мопедтерді өздерінің қиындықтары және оның әлсіздіктерін көрсетеміз. Біз бұны мынандай себептермен түсіндіре аламыз. Ең алдымен біз апаттармен жарақаттарға келетін болсақ, ең бірінші ережелерді сақтамаған скутер жүргізушілер апатқа түсіп қалуы әбден мүмкін және де осы апатқа түсіп қана қоймай, өзінің айналасындағы көлік құралдары мен жаяу жүргіншілерді осы жаққа тартып алып келуіне себепші болады. Және де ары қарай жарақаттар, яғни осы жол ережелерін сақтамағаннан олар белгілі бір жарақат алуы мүмкін. Мысалға айтатын болсақ, қазіргі кезде касканың болмауы, осы касканың болмауынан осы алынған жарақатты бірнеше есе арттыруы мүмкін. Яғни жұлдыз айтып кеткендей, біздің алып тұрған мысалымыз бұл қоғамдық қауіпсіздік болып табылады. Яғни жасөспірімдер жол ережелерін толыққанды білмей жатып жолға шығуы арқылы, яғни жаяу жүргіншілерге де және де көлік құралдарына да кедергі келтіріп, неше түрлі апаттарға, жарақаттарға және де заң бұзушылыққа алып келуі мүмкін. Және денсаулыққа көшкенде мопед өзі жеңіл әрі ашық транспорт саналады. Оның кесірінен атмосферадағы әртүрлі зиянды заттар жүргізушіге тікелей әсер етеді. Сондай-ақ жол жүру ережесін сақтамай қауіпсіздікті сақтамаса, арнайы түрде айыппұл немесе жауапкершілікке тартылады. Қорытындылай келе, осы скутер жүргізушілері белгілі бір жол ережесін заңын ұстауға қажет және де бұл өте маңызды болып табылады. Ары қарай жол ережелерін ұстау арқылы және де белгілі бір қауіпсіздік құралдарын пайдалану арқылы біз өзіміздің және де басқалардың өмірін қауіпсіздіктен сақтай аламыз. Бізге берілген тапсырма мектепке тыйым салынған заттарды сот талдау арқылы талдау. Ең біріншісіне тоқталып кететін болсақ, күшті жақтары. Қауіпсіздікті толықтай қамтамасыз етеді, тәртіпті сақтайды және де тыйым салынған заттарды бақылап, салауатты өмір салтын сақтау. Жаңа ақпараттар күш жақтарын айтса, мен деген осы қауіпсіздіктің әлсіз жақтарына тоқтала келейін.
әлсіз жақтарының бірінші мысалына келетін болсақ, ол деген бақылаудың қиындығы болып табылады. Осы бақылаудың қиындығына біз деген, яғни ол дегеніміз осы дәл қазіргі тыйым салынған заттарды анықтау, оны бақылау бізге жүйеміздің жеткіліксіз болып табылады. Ал оның екінші мысалына тоқталатын болсақ, ол қарсылық. Дәл қазіргі уақытта көптеген оқушылар осы тыйым салынған заттарды, заңдарды, ережелерге сүйенбей, ережелерді бұзып тұрады. Келесі бізде мүмкіндіктер жаңа шараларды қолдану арқылы мектептің қауіпсіздігін арттырып қамтамасыз ету және де қоғамдық қолдауды күшейту. Қорытындылай келе біз мектепте тыйым салынған заттар туралы ақпараттар алдық, яғни оның күшті жақтары, әлсіз жақтары, мүмкіндіктері және қауіп-қатерлері. Мектепте тыйым салынған заттарды басқару ол мектептің ішіндегі тәртіпті жақсартуға мүмкіндік береді. Дегенмен бұл процесте оқушылардың пікірін ескеріп, мектептегі тәрбие жұмыстарын бақылауы қажет. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін біз қауіпсіздік және тәртіп ток-шоу бағдарламасында ашық алақанның жалпы атқаратын рөлі мен маңыздылығын талқылайтын боламыз. Ең алдымен қасында тұрған адамдармен танысып кетейік. Біздер мектеп инспекторы, біздер Тақсылық Мадияр, ата-ана Күзеева Ақерке және 10-шы сынып оқушылары Әл-Фараби мен Саян. Ал енді біздің бірінші сауалымыз ол мектеп инспекторына арналады. Яғни мектепке кірген уақытта ашық алақанның қандай рөл атқарады және оны қауіпсіздіктің бір бөлшегі ретінде қараудың басты себептерін түсіндіріп бере аласыз ба? Сұрағыңызға рахмет. Ашық алақан бұл мектепке кіру қауіпсіздігін қамтамасыз етудің ең тиімді және заманауи әсері. Ол оқушылар мен қызметкерлердің қауіпсіздігін бақылап, қауіпсіздік ережелерін сақтауға көмектеседі. Одан бөлек мектепке кіру тәртібін ұйымдастыруда аса маңызды рөл атқарады. Қандай рөлдер атқарады? Ол біріншіден мектеп аумағына тексерусіз кіруді болдырмайды және қауіпті адамдар мен қауіпті заттарды анықтауға көмектеседі, оқушылардың қауіпсіздігін толықтан қамтамасыз етеді және мектептегі тәртіпті сақтайды. Жақсы, рахмет. Енді ата-анаға сауал. Сіз мектепке кірген уақытта сізге ашық алақан қандай маңызды рөл атқарады? Сұрағыңызға рахмет. Ашық алақан жүйесі ата-аналар үшін, мектеп қызметкерлері үшін және де мектеп оқушылары үшін өте маңызды деп білемін. Өйткені мектеп территориясына бөтен адамдардың кірмеуі осы оқушылардың қауіпсіз мекенде екенін дәлелдейді. Сол себепті ата-аналарда ешқандай уайым болмайды, яғни керісінше осы алақан жүйесіне көбірек сенімділік болады деп есептеймін. Жақсы, рахмет. Енді бізде оқушылардан алатын болсақ, жалпы мектепке кірген уақытта ашық алақан оқушыларға немесе қызметкерлерге қандай пайдасы бар? Маңызы мен үшін өте көп. Өткен достардың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді және де мектепке бөтен адамдардың кірмеуіне қамтамасыз етеді. Қауіпсіздік өте қауіпсіз, себебі адамдардың алақаны әртүрлі болады және де оны жалған істеу өте қиын, сондықтан алақан жүйесі өте қауіпсіз. Жалпы қорытындылай кететін болсақ, біз оның атқаратын маңызды рөлдерін таныстырған болатынбыз. Ең басты біздің бағдарламамыздың нақты мақсаты ол біздер қауіпсіздік шараларымен танысу және мектептегі тәртіпті ұстану болып табылады. Керемет оқушылар, сіздердің ой-пікірлеріңізді білдік. Ал енді бүгінгі тәуелсіз сарапшыларымыздың көзқарастарын тыңдасақ. Бүгінгі тақырып бойынша, яғни қауіпсіз мектеп және қауіпсіз оқушы. Үш топты қорытындылай кетсек, бірінші мына топ алақан жүйесі, екінші топ мына психотроптық заттар мен яғни есірткі арасында темекі, электронды. Сол сияқты үшінші топ скутер және жол қауіпсіздігі туралы. Бірінші топ алақан жүйесіне жалпы қазіргі қоғамда білім мекемелерінде барлық мектептер бойынша алақан жүйесі қойылды. Ата-аналар, мұғалімдер, оқушылардың қай кезде, яғни уақытын нақты біліп отыра алады. Ал екінші топ бойынша қазіргі таңда, яғни темекі, электронды, сол сияқты есірткі заттары 18 жасқа толмаған оқушыларға, яғни кәмелет жасқа толмаған адамдарға толықтай сатуға тыйым салынады. Үшінші топқа келетін болсақ, скутер, яғни қазіргі таңда біздің еліміз бойынша, Қазақстан бойынша өте көп. Соның ішінде 200-ге жуық жол апаты болып, қазіргі таңда 80-ге жуық адам қаза тапты осы скутер бойынша. Жол қауіпсіздігін, яғни 14 жасқа толық толған адам негізгі мына әкімшілік қылмыстық бұзушылық туралы толықтай жауапкершілікке тартылады. Қазіргі Қазақстанда бірақ 16 жасқа толық толған адам, яғни 20 жасқа толған адам скутер құралын басқара алады. Жол ережесін айта кететін болсақ, скутер, яғни жолдың оң жақ шетімен солай жол ережесін сақтап жүруі тиіс. Ендеше оқушылар, бүгінгі тәрбие сағатымызды біртұтас тәрбие бағдарламасына сәйкес дәйек сөздермен қорытындыласақ.
тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы. Абу Насыр әл-Фараби. Аха, жақсы. Саят. тәртіпке бағынған қол болмайды, бауыржан момышұлы. Жарайсыңдар оқушылар, мен де осы аптаның дәйек сөзімен қорытындылағым келеді. Ақырын жүріп анықпас, ендеше оқушылар, өмір қауіпсіздігімізді басты назарда ұстайық.